Алхамдулиллахи Раббил Аламин, ассалату вассаламу аля расулина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи аджмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Қадірлі оқырмандар, біз өздеріңізбенен Аллах Тағаланың көркем есімдерінің керемет қазыналарын бірге іздеудеміз. Бүгінгі сол қазынаның ішінде жасырын жатқан екі бірдей қазынаның білімін аламыз. Ол Аллах Тағаланың Әл-Муиз есімі және Әл-Мудил есімі. Бұл есімдерге кіріспе ретінде өте маңызды бір алғышарт бар. Оны ойларыңызда айқын болғанын қалаймын. Сол үшін де осы шартқа тоқталсақ. Біріншісі, адам болмысының негізгі түрткілері бар. Яғни бізді құмарлықтарды бойымызға салған Аллах Тағала. Аллах Тағала адамды жаратқанда оны бір қатар іргелі негіздермен жаратты. Сол негіздердің бірі біздің аштық сезімі. Яғни бұл түрткі адамның тірі қалуының, өмірінің жалғасуының себебі. Егер бұл түрткі болмағанда, адам тамақ пен сусынды тастап, денесі әлсіреп, өзін-өзі сезінбей-ақ өліп кетер еді. Демек, тамақ пен сусынға деген түрткі, яғни құмарлық, адамның өмірін сақтаудың кепілі. Ал қауымның, адамзаттың тегінің сақталуы үшін басқа бір түрткі, басқа бір құмарлық қажет. Ол жыныстық түрткі. Алла ер мен әйелдің әрқайсының бойына бір-біріне тартылу сезімін салды. Ақырында қосылу болады, осыған неке заңдастырылды. Бұл түрткі тектің сақталуына, жердің көркеюіне қызмет етеді. Яғни тағам мен сусын жеке адамның, ал жыныстық түрткі адамзат тегінің сақталуына қызмет етеді. Үшіншісі аса күшті түрткі, ол ар-намыс түрткісі, яғни айзза. Алайда психологтар адамның бойында өте күшті үшінші түрткі барын анықтады. Ол тағам мен сусын түрткісінен де, жыныстық түрткіден де кем емес. Бұл өзін маңызды сезіну, өзін таныту, өзін дәлелдеу түрткісі. Бүгінгі дәрісте біз оны ар-намыс, абырой, әл-айзза деп атаймыз иншалла. Кез келген адамда тамақ пен сусын бар, жұбайы бар болса да, ол өзін міндетті түрде маңызды сезінгісі келеді, абыройлы болғысы келеді. Тіпті денесімен, байлығымен, тегімен, тәжірибесімен, кәсібімен, зиян келтіру қабілетімен, тіпті ойлаңыз, зиян келтіру қабілетімен, біреу пайда келтіру қабілетімен, өктемдігімен болса да, өзін абыройлы сезінгісі келеді. Бұл адамның бойына салынған туа біткен түрткі, туа бітті құмарлық. Өзін таныту, өзгелерге мен бармын, мен салмақтымын, мен мықтымын деп сездіру. Бұл түрткі не үшін берілді? Сұрақ, яғни Алла Тағала адамға неге тағам мен сусын түрткісін берді? Бұның жауабы жеке адамның өмірін сақтау үшін. Келесі сұрақ, неге жыныстық түрткіні берді? Яғни құмарлықты. Жауап, тектің сақталуы, жердің көркеюі үшін. Ал енді үшінші сұрақ, Алла неге адамға ар-намыс, өзін таныту, маңыздылық сезімі түрткісін салды десеңіз, оның жауабы мынау. Бұл Алланың адам жанына жасаған жәрдемі. Бәлкім осы түрткі адамды азғындықтан сақтар деп. Алланың даналығы. Адам кейде беделім кетпесін, абыройым төгілмесін, орным, дәрежем тапталмасын, жұрт алдында масқара болмайын, әшкерленіп қалмайын, адамдардың көзіне түспейін деп қорқады. Егер осы ар-намыс түрткісі болмағанда, адамға күнә арзан болар еді, құлау оңай болар еді, азғындыққа батуы елеусіз көрінер еді. Әрине, бұл барлық адамға бірдей қатысты деп айту емес, кейде адамның фитраты бұзылады, болмысы табиғи, ар-намыс аяққа тапталады. Бұл ерекше, шеткі, яғни ерекше бір жағдайлар. Ал біз жалпы көпшілікке тән негізгі заңдылық туралы айтып отырғанымыз сол. Мысалы, мектепте бір бала қаламды көріп, ұнатып, қалтасына салып алады делік. Қалам иесі шағымданды. Мұғалім сұрады, ешкім мойындамады. Мұғалім оқушыларды бір-бірлеп тексеріп, қалам бір баланың қалтасынан шықты. Бұл бала бастауышта болсын, балабақшада болсын, бәрібір. Ол өзін өте ауыр күйде сезінеді. Қатты ұялады, беті қызарады. Егер сөзге жүйрік болса, жер жұтып жіберсе де деп тілейді дейді. Ойлаңыз, бұл қандай сезім? Бұл Алла адамға салған ар-намыс сезімі. Ар-намыстың қорғайтын рөлі не? Осыған келген. Алла бұл сезімді адамға күнәдан биік тұру, арлану, ұялу, жауапкершілік сезіну үшін салды. Сондықтан ең әуелі біз мына нәрсені айтамыз. Алла адамға тағам мен сусын түрткісін, құмарлығын, жыныстық құмарлықты және ар-намыс құмарлығын салды. Ал енді соңғы құмарлық, яғни ар-намыс, өзін дәлелдеу деген, оның маңыздылық сезімі, өзін дәлелдеу, өзін таныту,
ар-намыс, осы тақырыпқа тағы бір қысқаша тоқталсақ, кез келген адаммен сөйлессең, ол менің ұмытылмас бір ісім бар, мен мынаны істедім, мен өз ісімде бірінші орындамын, менің кәсібім мінсіз деп осындай бір сөздерге көшуге тырысады. Әр адам бір нәрсемен мақтанады: кәсібімен, мамандығымен, байлығымен, денсаулығымен, күшімен, тегімен, тағы да басқа. Ал енді бұл жерде осы мәселенің бәрін қорытындылап және бір ескерту ретінде айта кетсек, Алла тағала бұл төрт күні, яғни құмарлықты адамға қалауынан сақтау, азғындықтан қорғау, масқарадан сақтау үшін салды. Осы маңыздылықты ұмытпау, осы ескертуді есімізде сақтау. Енді Раббымыздың көркем есімдерінің ішінде әл-Муиз, қадір беруші, және әл-Музил, төмендетуші, қорлаушы дегенде мағыналар бар. Шын мәнінде сен Алланың әмірін орындаған сәттен бастап қадірлі боласың. Мысалы, көзді харамнан тыйсаң, ешқашан бөгде әйелмен оңаша қалмасаң, өтірік айтпасаң, жүрегіңде жоқты тіліңмен айтпасаң, адамдар сені ешқашан қорлай алмайды. Досыңның үйіне кірдің делік, үй иесі жоқ, тіпті сен кінәсіз болсаң да жұрт сөз қалады, жүрегіңді жаралайды. Демек, Алланың әмірін орындаудың өзі қадір қасиет, шариғаттың қадірі сені қорғайды. Алла әл-Муиз, ол осы жолды бұйырып абыройыңды бекітті. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям бізге мынандай сөз айтады: пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям өз нәпсінен сөйлемейді, әрине, ол кісі уахиды ғана сөйлейді. Сондықтан осы хадисінде ешбір адам бөтен әйелмен оңаша қалмасын деді. Осы хадисті ұстансаң, жер жүзінде ешкім сені айыптай алмайды, сені батпаққа батырмайды, арсыз әңгіме таратпайды. Өйткені сен Алланың әмірін орындадың, ал Алланың әмірін орындау абыройды, қадірді, мәртебені сақтайды. Осыдан бірінші қағида шығады: Алланың әмірін орындасаң, әрбір жағдайда шариғи ұстанымды сақтасаң, сен қадірлісің. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям бізге көптеген үлгі қалдырды. Ол бірде жұбайы Сафия радиаллаху анхамен бірге келе жатып, екі сахаба өтіп бара жатқанын көрді де қастарынан өтіп кеткен еді. Асықпаңдар, бұл менің жұбайым Сафия ғой деді. Айқын айту шайтанды қуат. Сондықтан кірсең де шықсаң да ашық бол. Мынау халал, мынау харам, мынау болады, мынау болмайды деген секілді. Егер бір үйге жөндеу үшін кірсең де ішінде ер адам жоқ болса, кірме. Сол күнгі табыстан айырылсаң да абыройыңды сақта. Бұл әл-Муиз есімінің мәні. Демек, қадір адалдықта. Адал адам қадірлі, ариф арлы қадірлі, турашыл қадірлі, шыншыл қадірлі, ықыласты адам қадірлі, айқын қадірлі. Ал кез келген ауытқу артынан масқараның қорлығын алып келеді. Шыншыл еместігің ашылса, қорланасың. Даналықтан айырылғаның көрінсе, сөгіс естейсің. Аманатқа қиянат еткенің білінсе, сенім тартылады. Ар-намысқа дақ түссе, күдік тарайды. Сондықтан әл-Муиз пайғамбарға кітап түсіріп, оған баян беріп, жүйе орнатып, заң шығарып, сүннет бекіткен. Осы шариғатты даналықпен, дәлдікпен ұстансаң, алғашқы жемісі адамдар арасында қадірлі өмір. Ешкім сенің беделіңді тілімен жоя алмайды, жала жаппайды, айыптай алмайды. Дәлел жоқ. Ал егер ауытқу, күмәнді орта, орынсыз араласу, шектен шығу болса, сен кінәсіз болсаң да ауыздар сөйлейді. Міне, бірінші мағына, Алла шариғаты арқылы сені қадірлейді. Оны ұстансаң, қадірлісің. Қадірге жетсең, болмысыңның 3/1 орындадың. Бірінші, тағам сусын жеке өмір, яғни неке ұрпақ мәселесі, және өзін дәлелдеу қадір мәселесі, ар-намыс мәселесі. Ал егер сен өміріңнің басында Алланың кітабын және оның елшісінің саллаллаху алейхи ва саллям сүннетін ұстансаң, онда сен ең білгір маманның кеңесімен жүресің, ең дана сарапшының үкімімен әрекет етесің. Әрине, ол ең бірінші Алла және оның елшісінің сүннеті. Бұл машинаны өз қалауымен қолдансаң, бұзылады, жөндейсің, қымбатқа түседі, өнімділігі төмендейді. Ал өндірушінің нұсқаулығымен қолдансаң, сақталады, пайдасы ең жоғары болады деген ұғымдармен сайма-сай дейді. Әл-Муиз, қадір беруші, және әл-Музил, төмендетуші, Алла тағаланың есімдері әрі оның әрекеттік сифаттарына жатады деген. Бізде Алланың зати сифаттары бар, Алланың сифаттық есімдері бар, Алланың фиали іс-әрекеттік есімдері бар дейді ғалымдар. Көптеген ғалымдар әл-Муиз бен әл-Музил әрекет есімдері деп бекіткен. Алланың құлын қадірлеуі дүниеде де ақиретте де болады. Бірақ дүниелік қадірге алданып қалмаңыз. Кейде ол алдамшы сынақ, истидрож ретінде де болуы мүмкін. Сондықтан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бір хадисінде бір дұғасында былай деді: "Уа Раббым, дүниеде тоқ, сән салтанатта жүрген, бірақ қияметте аш жалаңаш болатын жандар бар. Дүниеде аш жалаңаш, бірақ қияметте тоқ, рахатта болатын жандар бар. Уа Раббым, өзін қадірлі санап, ақиқатта өзін қорлағандар бар. Өзін қорлағандай көрініп, ақиқатта өзін қадірлі еткендер бар" деп
және уа Раббым, пайғамбарға берілген саллаллаху алейхи вассалам олжамен рахатқа батқан, бірақ Алла алдында үлесі жоқ жандар бар. Жәннаттың амалы қиын жолмен, тозақтың амалы оңай жолмен. Бір сәттік құмарлық ұзақ өкінішке апарады. Кейде біреудің өмірі өте жайлы көрінеді. Кең үй, әдемі жиһаз, жылыту мен салқындату, көркем безендіру, қымбат көлік, жоғары табыс, бедел, сәнді киімдер. Бірақ оның ақыреттегі орны тозақ болуы мүмкін, Алла одан сақтасын. Ал кейде біреудің киімі қарапайым, тамақ суы жұпыны, үйі тар, өмірі ауыр, бірақ ол Аллаға мойынсұнған. Соңғы өлшем ақырет. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам тағы да былай дейді бізге: дүниеде тоқ әрі сән салтанатта жүрген, қияметте аш жалаңаш болатын жандар бар. Дүниеде аш жалаңаш жүрген, қияметте тоқ әрі рахатта болатын жандар бар деп ескертті. Бірақ ең маңыздысы, уа Раббым, өзін қадірлі етіп, ақиқатта өзін төмендеткендер бар. Өзін төмендеткендей көрініп, ақиқатта өзін қадірлі еткендер бар дейді. Осы нәрсе маңызды. Кейде адам жалған ар-намысты сақтаймын деп Аллаға қарсы келеді. Бұзық адамдардың ортасында тұрып, соларға ұнау үшін күнәға барады. Сол арқылы өзін адамдардың алдында қадірлі етеді, бірақ қияметте өзін батпаққа тастайды, қорлайды, төмендетеді. Ал керісінше, дініңді сақтау үшін, тазалығыңды қорғау үшін, Раббыңның разылығын сақтау үшін өзін қиын жағдайға қоятын адам бар. Сен жоқ, істемеймін дейсің, қысым күшті болады, азғыру көп болады, мазақтайды, кемсітеді, ес ауысқан дейді. Бірақ сен өзіңнің абыройын сақтадың. Міне осы кезде өзін қорлағандай көрініп, ақиқатта өзін қадірлі еткен адам сол болады деп түсіндірген ғалымдар пайғамбар хадисіндегі мәтінде. Бір мекеменің мүшесі болып, саған пара, заңсыз іс ұсыну мүмкін. Сен бас тартасың. Сол үшін сені шеттетеді, қатты айыптайды, өмірлік мүмкіндікті жібердің дейді. Бірақ өзін қорлағандай көрініп, ақиқатта өзін қадірлі еткен сенсің. Сондықтан пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам өзінің хадисінде былай дейді: егер бір істі іске асырғың келсе, оның ақырын ойла дейді. Яғни бір нәрсені жасар алдында ойланып ал. Ол ертеңгі қадір беретін іс пе, әлде қорлайтын іс пе? Бірде мен бір қызық зерттеуді оқыдым. Батыс елдерінің бірінде 100 ер адамнан неге әйеліңе опасыздық жасамайсың деп сұраған. Бұл психологиядағы сауалнама жүргізу. Яғни әйеліне опасыздық жасамайтын адамның оны ұстап тұрған себебі не екендігін анықтағысы келді. Жауаптар әртүрлі болды. Біреулер қолымнан келмейді, өйткені әйеліммен бір жерде жұмыс істеймін, ол мені бақылап жүреді деді. Бұл ең мазақ жауап. Демек, ол іштей қалайды, бірақ мүмкіндігі жоқ екен. Ал екіншілері, мен бұл күнәні көтере алмаймын деді. Яғни адам бір арсыз істі жасап, оны ешкім білмесе де өз-өзімен қалады. Ішкі айыптау, ішкі өзін қорлау, ішкі құлауы, соның бәрін көтере алмаймын деді. Сол үшін бұл нәрсеге бармаймын деді. Ал үшіншісі, мен опасыздықты жек көремін деді. Бұл ең жоғары жауап. Өйткені екінші адам күнәнің салмағын көтере алмағандықтан ғана тыйылды. Ал үшіншісі, опасыздықты мән ретінде жек көргендіктен тыйылды. Адам кейде алыстағы абыройын сақтау үшін өзін қиын жағдайға қояды. Негізі ақылсыз адам әрдайым осы сәтпен өмір сүреді, дәл қазіргі сәтпен. Сағатын, минутын, ләззатын ғана ойлайды. Ал ақылды адам болашағымен өмір сүреді. Пайғамбар алейхиссалату вассалам айтты: ақылды кейіс өз нәпсісін есепке тартып, өлімнен кейінгі өмірге амал жасаған адам, ал әлсіз нәпсісін қалауына ертіп, Алладан амалсыз құр үміт күткен адам дейді. Кейде Алла тағала адамға дүниелік абырой береді. Бұл истидрож, алдап сынау болуы мүмкін. Яғни адамдар саған мынаны істесең, мынаны орынға қоямыз, мына орынға қоямыз, мынаны береміз дейді. Үлкен ақша, барлық қиындық шешетін табыс, сәнді үй, мақтанатын көлік адамдарға үстемдік беретін қызмет. Бұл сырттай абырой, бірақ шын мәнінде қақпан болуы мүмкін. Сақ болыңыз. Ондай кезде Алла ғани деңіз. Тіпті ұмыт қалған бір бұрышта жүрсең де, бір Аллаға бойсынсаң, сен абыройлысың, сен ұтқан адамсың. Дүниеде абырой кейде ақшамен, көрікпен, байлықпен, күшпен, жәрдемшілермен, балалармен, әйелдермен, лауазымдармен, дүние ләззатымен, үйлеріменен зәулім-зәулім, бақтарменен келеді. Біреу әдемі саяжайым бар деп мақтанады. Бұл дүниелік абырой ғана. Яғни фәни нәрсемен мақтансаң, абыройың да жалған, өткінші ғана. Ақыр заманда адамның құны көбіне затымен өлшенетіні қияметтің белгілерінен. Костюмінің бренді, үйінің көлемі, мекен жайы, дүниеден абырой іздеген адам үлкен сандалуларға түседі дейді ғалымдар. Яғни үлкен бір адасуға кетуі мүмкін деген. Кейбір арифтер былай деген: дүниенің абыройы малмен, ақыреттің абыройы халмен дейді.
яғни жүректегі тазалық, түзулік, сағыныш, махаббат, жақындық Аллаға деген. Бұл ақыреттің абыройы. Ал ақша дүниенің абыройы ғана. Тағы бір хикаяда Алла Тағала Дәуітке алейхиссалам уахи етіп былай дейді: нәпсі құмарлығына батқан достарыңды ескерт. Дүниенің құмарлығына байланып қалған жүректердің ақылы менен перделенеді деген. Алла Тағала әл-Муиз, қадір беруші. Шариғатын ұстансаң, қадір береді. Оған сүйеніп өзгеден мұқтажсыз болсаң, қадір береді. Пайғамбар алейхиссалату вассалам былай деді, Абу Хурайрадан жеткен керемет хадис: мұъмин адам өз-өзін қорламауы тиіс. Сонда сахабалар сұрайды: Аллахтың елшісі, өзін қалай қорлайды адам дейді. Сонда пайғамбарымыз: көтере алмайтын бәле қазаға өзін әдейі ұрындыруы деді. Тағы бір сөзінің ретінде былай деген: қажеттіліктеріңді ар-намыспен сұраңдар, өйткені істер тағдырмен жүреді деді. Ат-Табараниден келген риуаятта Жибрил алейхиссалам пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға келіп былай деді: уа Мұхаммед, қалағаныңша өмір сүр, бәрібір өлесің. Не істесең де соның қарымтасын аласың. Кімді сүйсең де бір күні ажырайсың. Біл, мұъминнің абыройы түнгі намазында, ал қадірі адамдардан мұқтажсыз болуында деген. Абырой, яғни айза, Алланың сипаттарының бірі ғана емес, мұъминдердің де негізгі сипаты. Алла Тағала қасиетті Құранда айтады: олар Мадинаға қайтсақ, ең қадірлі әл-аз, ең қорды әл-әзәлді шығарып жібереді дейді. Бұл мұнафықтардың сөзі. Бірақ қадір қасиет Аллаға, оның елшісіне және мұъминдерге тән. Алайда мұнафықтар білмейді деген Мұнафиқ сүресінің аяты бар. Егер сен шын мәнінде мұмин болсаң, сен қадірлісің, өйткені сен Әл-Азизбен біргесің. Әл-Азиздің шариғатының үстіндесің, Әл-Азизге мұқтажсың, Әл-Азизге сүйенесің. Және Әл-Азиз ешқашан өзіне үміт артқанды жерге қаратпайды. Кейбір даналардан қалған сөздер бар: Алланың құлдарын қадірлеуі олардың қанағаттарының дұрыстығымен болады, ал қорлықтың бәрі ашкөздікте деген. Ендеше Әл-Муиз, қадір беруші, және Әл-Музил, төмендетуші, Алланың көркем есімдерінің екеуі де оның әрекеттік сифаттарына жатады деген ғұламаларымыз. Құлдың осы екі есімге қатысты ұстанымы мынау: Алланың әмірін орындаса, ол қадірлі болады. Фиқ тілінде айтқанда бұл өзінен өзі шығатын нәтиже, яғни тахсил хасил, яғни Алланың әмірінің өзінде ақ оны орындаушыға қадірдің дәні бар. Ал Алланың жаратушылық әмірімен ол сені қадірлейді. Егер сен онымен қадірленсең, оған сүйенсең, оған ықылас етсең, оған бет бұрсаң, оған серік қоспасаң. Сондықтан Әл-Муиз бен Әл-Музил бірге айтылатын есімдер. Дұрысы, ол төмендетеді, қадірлеу үшін деп түсіну. Міне, дәрістің де негізгі түйіні осы жерде. Құрметті оқырмандар, біз өздеріңізбенен Әл-Муиз, Әл-Музил есімдерінің керемет жасырын жатқан қазынасының ішіндегі білімдерін алдық. Аллах Тағала осы есімдердің білімін, нұрын жүректерімізге құйсын. Ол білімдермен жақындарыңызбен бөлісіңіз, олар да Алласын танысын.